Hello, dear student. How are you today? Let's start our lesson. Page 87. Language Focus 2. Past Simple WH questions. Сәлем, құрметті оқушы. Бір өткен шақтағы қарапайым өткен шақ past simple дегеніміз қарапайым өткен шақ. Оның сұрақтары қалай жасалынады, сол туралы өтетін боламыз осы сабақта. Бірінші бізде екінші тапсырмаға назар аударатын болсақ, екінші тапсырманың бірінші сөйлемі What did you wear to the game yesterday? Кеше ойынға сен не кидің? Екінші сөйлем. When did Rick buy that hoodie? Мына толстовканы Рик қашан сатып алды? Назар аударайық. Бірінші when тұрады. When, who, when. Мына жерде сұрақтардың бас жағына қараса how many, who, WH сөздері бұл. Одан екінші орында бізде did тұр. Өткен шақтың көмекші етістігі бұл міндетті түрде тұрады. Үшінші орында subject тұрады, зат есім, жанды және жансыз заттар. Одан төртінші орында етістік бірінші формада тұрады. Verb one, verb one дегеніміз бірінші формасы осы шақтағы. When did Rick buy that hoodie? Рик мына толстовканы қашан сатып алды? Үшінші сөйлем. Who did Sarah play volleyball with? Сара волейболды кіммен ойнады? When did the game end last night? Өткен түні ойын қашан бітті? How many goals did we score? Біз қанша очко жинадық? Who did they go with last Saturday? Өткен жексенбі күні олар кіммен барды? Сонда бұл сөйлемдерді не түсіндік? Бірінші бізде сұраулы сөз тұрады екен. Екінші орында did көмекші етістігі тұрады. Үшінші орында subject тұрады. Ол subject дегеніміз жанды және жансыз заттар. Төртінші орында verb one етістік бірінші формада тұрады. Buy, play, and, мына жерде score, go. Осы сөздер етістік төртінші орында тұрады. Ары қарай басқа сөз таптары тұрады. Ең соңғы орында бізде пысықтауыш, мекен пысықтауыш, мезгіл пысықтауыш тұрады. Келесі, үшінші тапсырмаға келетін болсақ, диалог. Диалогты оқып аударып берейін. Hey Tom, where did you buy your sweatshirt? Сәлем, Том. Сен мына толстовканы қайдан сатып алдың? I bought it online. The Lions are my favorite team. They had a game last night. Мен бұны онлайннан сатып алдым. Арыстандар бұл менің сүйікті командам. Олар өткен түні ойнады. Не болды? Cool. Who did they play with? Тамаша. Олар кіммен ойнады? They played the Tigers. Олар тигр жолбарыстармен ойнады. Where did they play? Олар қайда ойнады? They played here. It was a great game. Олар осында ойнады. Ойын тамаша өтті. How many did they score? Қанша очко жинады? They scored 20 points. They won the game. We were so excited. Олар 20 очко жинады. Ойынды жеңіп алды. Біз сондай әсерлі болдық. Who did you go with? I went with my friend Kevin. Біз дейсің бе? Кіммен бірге бардың? Мен өзімнің Кевин деген досыммен бардым. Oh, next time maybe I can go with you. Келесі жолы. Мүмкін мен сенімен бірге барармын. Окей, жарайды. Бұл сөйлемдерге де назар аударатын болсақ, бірінші бізде сұраулы есімдік, екінші орында did тұр, міне, көріп қарап тұрғандарындай, үшінші орында they, you, subject, зат есім тұр, төртінші орында етістік бірінші формасына тұр. Play, score, go. Келесі төртінші тапсырма мен жасамадым, себебі төртінші тапсырмада осыны listeningтан тыңдап, қателерінді тексеріңдер деп тұр. Сол себепті төртінші тапсырма жасалмады, бесінші тапсырманы жасап қойдым. Бесінші тапсырмада мына подсказкаларды қолданып, дейді, сөйлем құраңдар және оған жауап беріңдер деп тұр. Мен құраған сөйлемдерімді оқып аударып берейін. Where did you go last summer? Өткен жазда сен қайда бардың? I went to a skateboard competition. Мен скейтборд жарысына бардым.
Сонда go деген етістік, мына сұраулы сөйлемде тұр ғой go. Сол өткен шақта went болады. Өткен шақпен сұрақ қойсаң, өткен шақпен жауап беруге міндеттісің. When did you go to surfing? Серфингқа қашан бардың? I went. Тағы да міне go етістігі went болып тұр. To surfing last week. Мен серфингқа өткен аптада бардым. Who did you go with? Сен кіммен бардың? I went with my friends. Достарыммен бірге бардым. How did you get there? Сен ол жаққа қалай бардың? I get by car. Машинамен бардым. What did you wear? Не киіп бардың? I wore a cap, a tracksuit, sneakers and a t-shirt. Мен оған кепкамды киіп бардым, спортивка, кроссовки және футболкамды киіп бардым. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.